Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір күні Айша анамыз айтып жатыр, Аллахтың елшісі менің үйімдегі кезекте еді дейді. Сол менің кезегім болған кені мен жаңағы үйіме келді де, содан былай деп айтты дейді. Ей Айша жан, осы түнді Раббыммен өткізуіме берші деген екен. Әйелдің хақысы бар ғой. Сонда қарасаңызшы, рұқсат. Раббыммен өткізуіме рұқсат бересің ба деген. Сонда Айша анамыз айтқан екен, Аллахтың елшісі, мен тек сізге жақын болуды ғана жақсы көретін адаммын ғой. Тек сіздің ризалығыңызды ғана іздеймін ғой мен деп. Сонымен түнде намазға тұрды дейді. Содан оқып жатыр жаңағы. Одан отырып оқыды. Жас деген кетті дейді. Мынау екі сан су болып кетті дейді. Көздің жасына. Сақалы су болып кетті дейді. Жер су болды дейді. Қараңыздар қандай нәрсе де ол. Түні бойы тұрған ғой. Сонда Билал радиаллаху анху келіп, таңғы намаздың азанын шақыруға келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға соны білдірейін деп келген кезінде, сол намазын аяқтап жатқан кез екен. Аллахтың елшісі, неге жылап жатсыз? Аллах Тағала сіздің бүкіл күнәларыңызды кешіріп жіберген ғой. Неге сонша жас босатасыз бұлай? Маған жаңа ғана бір аят түсті дейді. Али Имран сүресінің соңғы аяттары, жаңа үйге барғанда оқысаңыздар, шын мәнінде көктер мен жердің жаратылысында, күндіз бен түннің ауысуында ақыл иелері үшін менің белгілерім бар дейді. Босқа жаратпағандығымның. Көрдіңіз бе? Сол улул әлбаб, ақыл иелері деген кімдер, я Раббымыз? Аллазина ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Олар көктер мен жердің жаратылысына үнемі ойланып жүреді дейді. Қараңыздар, ақыл иесі деген нәрсе. Ақыл иесі деген нәрсе. Ойланады да, содан айтады дейді олар. Раббана, Раббымыз, түнгі намазда тұр ғой, көрдіңіз бе? Ма халақта хаза батилан. Сен аны босқа жаратпадың. Субханака, сен кемшілік сипаттардан пәксің. Фақина азабан нар. Бізді от азабынан сақташы. Раббана, иннака ман tudkhilin nara faqad ahzaytahu. Я Раббым, сөзсіз сен кімді тозаққа кіргізсең ертең, онда қорладың ғой дейді оны. Қараңыздар қандай мәселе. Осы аяттарды оқып жылаған, осы аяттарды оқып ойланбаған адамға қайғы болады деген да. Сондықтан құрметті жамағат, сол аяттардан да жаңағыдай оқып үйлеріңізге барған кезде бір ойланып, сол аяттардың әсерін сұрап Алла Тағаладан. Әрдайым белгілі бір аяттарды оқитын кезіңізде Алладан әсерін сұрабаңыз оның. Құр бүйтіп кірісіп кетпеңіз еш нәрсеге. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзіне жоғары ол Алла, әл-Мәлик патша, әл-Хақ Алла. Вәлә тәғжіл бил Құр'ани. Құранда оқыған кезде, Жибрил уахи беріп атқан кезде, асықпа дейді Құранмен. Жибрилмен жарыспа дейді. Min qabli an yuqda ilayka wahyuhu. Жибрилдің уахиы толық саған қонып бітпейінше дейді жүрегіңе. Сосын вақур рабби зидни илма деген дұғаны айт дейді міндетті түрде. Сосын айт, Раббым білімімді арттыршы деп. Әрдайым бір Құран оқиын деп отқан кезіңізде, түсінесіз бе? Осы дұғамен кірісіңіз. Раббым әсерін берші. Мына жүрегімді тазаршы, мына кітабыңның хақысын бере алатын жүрек қылшы мынаны. Сол кезде Алла Тағала жаныңызға тазалық сыйласа, сол таза жанның күлкісімен таза жанның жылауы құлшылық болады. Осы нәрсені біз Алладан сұрау керекпіз. والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات